Бірге ұлайық, отты жағып жар-жар, келеден екі жас, топты жарып жар-жар. Үлкен мен ауылдың жасымында жар-жар, жас келінді көруге. Біздің ауылға үлкен келін келіп, бір шаңырақ қосылып жатыр, беташар болып жатыр. Деберсін Қаржау қайным мен Бибіқан, келінімнің, Зияда келінімнің үйінде бүгін үлкен той. Кеңшілікпенен Гауһар келін бірінші алғаш келіндерін алып жатыр. Енді тері төсеу маған бұйырған екен. Ай, бәрекелді. Терінің орнына бүгін енді басқаша күнде-күнде өзгеріп жатыр ғой. Сол өзгеріс жасап кішкене енді кремше төсеп жатырмыз. Айыпқа бұйырмаңдар. Менің қолым емес, бұрынғы Бейбатшаның қолы оң болсын, құтты болсын деп төсеп жатыр. Ал енді төсей беріңіз. Бері керек, бірақ кішкене бері керек. Төсейсіз бе, ана жерге шымылдық сыймай қалады артына. Күлі көктемдей көңілдерің жар-жар, қызғалдақтай құлпырып өмірлерің жар-жар. Туған айдай толықсып толыңыздар жар-жар, жаңа өмірдің жаршысы болыңыздар жар-жар. Қадамдарың екі жас, құтты болсын жар-жар, Ақтаудың еңсесі. Саны шабытыла, қызылды кетушеді-ау ағытыла, өнер жырдың тізгіні қолға тиді, мен сүйін бұрынғы бағытыма. Ассалаумағалейкум байтақ елім, алдыңа домбыратып қайта келдім. Кешегі бабалардың жолыменен қазақтың беташарын айта келдім. Алағайын, ағайын, құтқада толып маңайын, атып тұр міне қарайын. Бұрынғының жолымен беташар айтып тойында бір қадене жарайын. Беташар айтып жыр-жырлау, Абылақтан аралбай, абыздардан қалған дара жол. Хат яздырып қашаған, қаттардан қалған қара жол. Сәтті құлсызы ұзақпай солардан қалған сара жол. Болмасын үлгі баба жол, алдыңа келдім құлшылық. Өнеге шашқан жыршылық, құдайға бұлда құлшылық. Қосайда бәли ауылы, төріне келіп егілді жасөспірім гүлшілік. Жаңа түскен жас келін, бейбарыспенен жарасып, саңғаймын деп сен келдің. Аналардың ақ жолдың жалғаймын деп сен келдің. Бейіндік болса өмірде сабыр етіп оғанда талмаймын деп сен келдің. Ал Шекеш деген ауылдан ендігір алған өмірді Қосай бәли ауылына арнаймын деп сен келдің. Ал Алланың берген гөнеліп беташар айтып бүгінде толғаймын деп мен келдім. Осы жасқа жеткенше бала болдың қылаңдап, қызда болдың қылаңдап, бұл өткен өмірің бір басқа. Келін боп үйге енгесін, иіліп сәлем бергесін, ендігі өмірің бір басқа. Балалық күнің өттенді, аналық күнің жеттенді. Әуелі Алла риза болу керек. Мұсылман пенделердің қамданында ыза болса бақ береке береді екен. Әрбір атқан арайлы таңдарында сен қанда жар болып жарғызалда, қолдасын әр уақыт шалдарыңда. Ата-баба мыңдаған жыл жасап өткен, бастан кешіп қиындықтың неше бір заңдарында киелі ата жолын жалғастыру. Ал мұсылман бейбарыспенен диназ өздеріңнің қолдарында. Кешегі өткен ұстазым Есенғалин атамның ақ батасын келтіріп келін жасаған мүдейін, ұстазым соғысы болғасын келтірмей қалай кетейін. Уайым етіп дүнияны азғантайлаудан тірлікте сыйластықтан қалмаңыз. Көрсетіп аяқ біреуге зорлықпен затын алмаңыз. Жанға залан жауыздық ала көзің салмаңыз. Ырзықта күтіп Алладан жаныңызды жалдаңыз. Дұшпаның кім, досың кім, оны да байқап аңдаңыз. Ақылыңменен кеңесіп ең жақынын таңдаңыз. Өз ақылыңыз сүйенбесе адамды араз қылатын өсекте сөзге нанбаңыз. Тар кезеңде тартылып өмір бақи бірге болам деп, қызықты бірге көрем деп, қиындықты бірге жеңем деп, азаматын қосылған бейбарысқа берген сертіңізден танбаңыз. Бос өткізбей өмірді ізденіңдер жатпаңыз. Кім айтса да келінжан әділ бір сөзді жақтаңыз. Орынсыз жанды күйдіріп кісіге жала жаппаңыз. Айналып шығарып алдыңнан бейәділ күнә жапсаңыз, шарпы тиір өзіңе жанжалдың отын жақсаңыз. Пайдасыз затқа жұмсама, бейбарыспенен қосылып артық бір нәрсе тапсаңыз. Сетсі бейбарыс ақылмен кесе түсіп оны қақпаңыз. Ені үшін туған жігіт деп, азаматым деп бақтаңыз. Асылы жаман болмайсың, ей, жамандықтан да қашсам езауи. Жалғыз бір Алла жаратқан ие болмаса
тіршілік баста тұрар ма, ағайын тума жиналып береке сауық қылар ма? Сәтті қол жырау айтқандай, Расулы Мұхаммед Алладан соңғы жекеді. Хақ пайғамбар, хан патша, сахаба ерлер нөкері. Ақирет күні болғанда үмбетім деп зарланып игілігін нетеді. Үмбетім менің қане деп, үмбеті бесе үйлен деп, үйленіп тағау көбей деп. Көптігіңменен мақтанған Алланың басты қабибі Расулы Мұхаммедтің жолына әдемілеп келін сәлемет атамыздан пайғамбар хаваладай анамыз содан да бері қараңыз 124 мың пайғамбар 12 имам 8 жар 4 жадияр және бар 33 мың сахаба Түркістанда Қожа Ахмет Маңғыстаудың ойында 362 әулие оғландыға пірмекет Бестөбеде қосай атаңдар өтіп кеткен дүниеден пайғамбар шайхы әулие пірлердің жолына келін бір сәлем қашаған жырау айтқандай елде туған анадан бұл дүнияның жүзінен жүзіктей болған нұрлы өткен шыңғыстай болған шыңды өткен әзіреті ғали шерді өткен әмір темір дүрді өткен сап пайғамбар сахаба аллалаған бірді өткен бұл дүнияның түбіне ойлап тұрсаң кім жеткен ал алладан бұйрық болған күн осы күнді көп күткен қажа боятаң бұл кеткен көрші болып сыйласып құрмет қылдық қашанда құрмет қылдық құрметпен ал сол қажекеңнің жақсы істерін кейінгі ұрпақ үлгі еткен той болғанда осындай бізді айтып көтердеп рухтары дәметкен өтіп кеткен дүниеден ата бабаның рухтарына келін бір сәлем балалардың қашанда денсаулығын қараған елінің мынау қашанда пайдасына жараған ұшырған мынау бүгінде қызын сірә қияға ұлын мынау ұяға үлкенінен зияда ал сол зиядадай үлкен енеңізге келін бір сәлем күнім деп, теңін тапты ұлым деп, қуаныңдар бүгін деп Қазақтамы мейрамханасында той қылып жатқан дүбірлеп ал атаңыз анау кемшіліктен қашанда болмайды тіпті кемшілік көңілінде бар кемшілік ал бала шағасын асыраған еңбек етіп тер шығып сүйгенімнің әкесі кемшілікке келін бір сәлем ал көңіл құрсағында ананың тіршілікке қараған Иранның ақын ғұлама анасына қараған сүйгені оның анасы ал шопан деген нағымды ауылдан бақандай мына енеңізді келінжан қолтығынан демеңіз жақсы болсам енеңмен көкке жетер төбеңіз анамнан кем екен оны демеңіз сүйгеніңнің анасы гауһардай енеңізге келін бір сәлем ауылда бар екен мына аталардан қашанда келген баталар үлкендердің батасы бақытқа сені апарар ал тілегіменен тасығып жақсылыққа қосылып ал шай ішуге асығып отырған аталарға келін түгел бір сәлем ал балалардың қасында бар екен мына енелерге келінжан ізетпенен ерелер үлкендерді сыйласа қиыншылық бөгелер бақытқа адам келелер шашыларын шашып бастаған ал татулықты қостаған жиналып келген осы үш жерге енелерге түгел бір сәлем
бар. Оларды кімнің оған таласы бар, ананың да інісі мен ағасы бар, апасы мен сіңлісі бар, қосылар жан-жағынан саласы бар. Болмаса кешегі Қаржекелмен кеңшіліктен қайнапа балдыз бажасы бар. Соның бәрі болады нағашылар. Нағашылар дегенмен нағашының батасы мен жиеннің бағашылар. Нағашыны айырып жатпайын, нағашыны түгел топтайын. Бір нағашыны сұрасам, ал аға баласы Құдайгеден қарайтын Тәзіке деген ауылдан, тағы бір нағашыны сұрасам, Тауыштың ішінде, Тұмақ ішінде, ал Жаңай Қожаназардан тарайтын Тұмғатар деген ауылдан. Өз нағашыны сұрасам, ал Төртназар болып тарайтын Шотан деген ауылдан. Жиналып келген осы жерге нағашыларға түгел бір сәлем. Басқалардан өзгеден қайрым көп деп қашанда әкелей болған жейзеген, олардай болып ешкімде жайыңды сенің сезбеген, татулықты көздеген. Қуат берген қашанда әзілді жайды сөзбенен, Қосай бәли ауылынан қызанып, жапырақ жайып гүлдеген, жиналып келген осы жерге жейзелерге түгел бір сәлем. Бір деп шашып қойған. Тойға сенің сән болған әркез бән болған, жезелерге жар болған, қайнапаларың алдында жарықшамдай жағылсын. Келіміз біздің гауһарсында жақсы болды деп, төріңнен әркез табылсын. Жиналып келген осы жерге бәли ауылының қыздары, қайнапаларыңа түгел бір сәлем. Осы тойды тойлаған, тойлауға тіпті тоймаған, ағамыздың алған келіні жақсы келін болса деп бәрі де сені ойнаған. Қосай бәли ауылында баршылық сені қайнаған, бірі шекер бірі бар, Асылбек Райымбек бастаған қайнағаларға түгел бір сәлем. Қасында абысындар да бар шығар. Ал абысын тату болып табысын, сен сүйсін қашанда жас келіннің әрісін. Жиналып келген осы жерге абысындарға түгел бір сәлем. Үйленгесін ағасы биіктей түсер, бағасы жеңгесі үйге келгесін, қуанып жүр ғой қарашы. Қайнысы менен қайнысыңдылер, еркегелер көздері, әзілдігелер сөздері, бізге қандай атты қояды деп нұрланып тұрған жүздері. Жиналып келген осы жерге қайнысы қайнысыңдылерге түгел бір сәлем. Ал жиналған мұны қарайып, бері қарай қарайып, уақыт алып жатпайын, үлкен кісілер айтқасын қалғанын түгел топтайын. Біреулерін қарасам үйіне қонақ кіргізген, татулығын білгізген көршілерде бар екен. Көрші деген сыбайыңмен қалай болдың деп сұрайды екен Құдайым. Ал еңбекті бірге ететін, бақытқа бірге жететін ұжымдастарда бар шығар. Ал қыз алысып қыз беріскен, біреу болса құдасы, біреу болады құдағай, бізді қашан айтады деп тұрған шығар шыдамай, татулықтың тұрағай, бірліктің болған бірағай. Ал біреулерін қарасаң, кеңшілікте атаңмен гауһарсызды енеңнің құрдастары да бар шығар, жолдастары да бар шығар, жан достары да бар шығар. Ал жиналған мынау көпшілікте жақсаңыз болады бұлда ептілік, көпті күзде көл болар, көп ішінде сөз болар. Жаман сөзге қалмаңыз, көпшіліктен батарып, биікке ұшып самғаңыз. Ал ендігі мына сәлемді осы аталған көпшілікке түгел арнаңыз. Жиналған мынау қалайық, қолыма қолды баққысы дұрыстап күтіп бағайық, балалық қылса ақтайық, орынсыз күнә тақпайық, шаттықтан шашым шашайық, теңіздей бүгін тасайық. Бейбарыстай баламыз үйленіп күнә жатқанда қуану сірә несайық, қамдығылғай кинамда тойға тілеп қосайық. Ал рұқсат етсе бір алдан бұрынғының жолымен, сімірә деп келіннің бетін ашайық. Аллилуйя, жаңағы
телефонда бір жылдамдатып айтқан бір не бар еді, осы соғыстан айтып шықтым енді Османға. Ал енді бір бата жасауға бір ақсақал келіндер осы Қосай ауылының өзіне қысқа бір бата жасай қойып самауыр шешіп алып кел сосын барып отыра береміз. Кім келеді? Келмесеңіз әйелдерге бересің, шалдар келмесең. Бармасам da baramam. Сөйтші. Алпысы бірақ. Құдайым орындасın, оң жолына бастасын. Абырой берсін, берекетін, кәрекетті дұға жетпейді. Тілегімді қабыл етсін, қардарым бақытты болсын, қамшаған армандарымды өтті. Армандада жетті, Аллатағыр, Әумин, батаңыз сауыз. Солай ағын түсіріп аламыз, олай бірі шығарамыз. Әмі бақан шапаны бар. Бер бірі, тек қалай жеге басын. Бірек қарай шығам, бірек қарай. О жақтағы көлістіріп отыр. Сол бірекқа бар жағын, оны маңын ауыстырып, ай күтету деп тез олдырап бар. Сосын орындықтарды столдың орында қойып, үлкен кісілер жайғаса берек кел. Келін түсті салды ғой бұрынғының, біздің үйге бірендай бұрымдының. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ ниетпен аттаған босағасы, ағарып тұр әнекей шымылдығы. Ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда, қызыл жайлы жүзіңді жасырғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда, қандай ғана сезімде болдың екен. Ақ шымылдық алдынан ашылғанда. Келін түсі шалды ғой бұрынғының, келін түсі шалды ғой бұрынғының, келін түсі шалды ғой бұрынғының, келін түсі шалды ғой бұрынғының. Жайнап жүрсең қып-қызыл кілемдейсің, масатығай құлпырып күлімдейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Қарияға сәлем бер, көңілі қалар, қариялар қашанғы жүректейсің. Алдыменен өзіңді енең сынар, емендей боп болсынға емен шыдар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бер алайын деген шығар. Атасында осы елдің анасында, сыйлай білген ажыратып жатасың ба? Қолдан келсе үлкеннің батасында. Келін түсі шалды ғой бұрынғының, келін түсі шалды ғой бұрынғының, келін түсі. Сәлем сөздің атасы дейді. Eğilip, muzikаны тоқтата тұрайыншы ғой. Eğilip сәлем ету бұл үлкенді құрметтеу, сосын соны алғашқы сәлемен барымыз бір шын ықылас ниетпен аламыз. Келіңіздер, қол қосып келгендер. Бірінші столға келіп бір сәлем, одан кейін столға бір сәлем деген. Келдері сәлем етіп алып, бәрекелді, 3 мәрте. 3 мәрте. Бәрекелді, бақытты болыңыздар, келесі столға. Бәрекелді, бақытты болыңыз. Бақытты бол деген ішінде қадамы құтты болсын, бәрекелді. Ой, әлі көбейді, бер қарай, үлкен бер қарай.
жақсы түптер сол жағалап берейін. Әлі көп үйдегі тура келетін адам. Бәрекелді. Бақытты болсын, құтты болсын адам. Сәлем ете беріп, барлық столға ете береміз. Енді мына жақтан үлкен шешелеріміздің ары келейік, мына жақ сосын келеміз. Мына жақтан бермей. Бақытты болсын, қадамы құтты болсын. Келесі столға. Қол соққы өткізіп қойып арасымен бір шаттықпен шапалағы болғандай болсын. Келесі столға. Келесі бас, Зияда апамыз отырған столға. Столға. Бәрекелді. Құтты болсын, тағы да қол соққы өткізіп қоямыз. Бәрекелді. Мен қазір алғашқы тілек бастап шақыра берейін деп жатырмын. Білесіздер, алтанысқа сай болғанда шешен бейшекті таңдайдан балық тамшылап, мін тақпаған сөзінен бұқара түгіл қансынап. Әруақталай ешікті егіскен жауын жаншылап тепкешегі сәтті ола тамшылыға босқандай, қосай, бәрі ауылының үлкендердің ортаға шақырайын деп жатырмыз. Зияда апа келіп тұрыңыз. Көре бар қауған қайда. Қосай ауылының үлкендерін бізден атнатар дерді түгелден үшелегі. Қосай бәрінің әзекенді біліп. Үшелегі Қосай бәрінің ауылының. Келеміз ортаға. Қол соғып қошеметтесіп қоямыз. Асекең отырады өзіне. Ана, таяқта ойлап, таяқта ойлап, көз көрмейді. Ал Қосай бәле алды. Апалар, түгел берді, келеміз таяққа. Жоқ, мына жақтан тұрамыз да. Мына жақтан тұрайық оны келем. Бері, осы жерде тұрайық оны бері. Тұра береміз ба? Жақсы. Келесті дай тұрамыз. Ең үлкен ақсақал осы кісі ма? Қайсы? Бар. Al, құрметті ағайындар, ауылға тыйым қосып жатыр, оң болсын. Балдарымыз бақытты болсын, артағына арманда жетсін. Сол әкелін, бәрі оң болсын, құтты болсын. Денсаулықты бақытты келін болсын. Бақтан басқадан түгел самалар. Оң болсын, бәрімізге де. Енді келін алындағандар келін ала беріңдер. Тұттарларға да жеткісін қояйын. Ал тойға келген көпшілікті біз көйлі бір баласы екі бала болады. Ал зияды айналайын. Бірақ қаржабайды көрмеген сізге берсін де. Балдарының екі балаң бақыт болсын, өмір жастары ұзақ болсын, елдері сау болсын. Сіздерді қуантып жүре берсін. Дастарханы тек тойға жайылсын, аман болыңыз.
Arasına kеңшілікпенен келін тойларын тойлас аман болыңдар. Деніне сау болсын. Той тойласа берсін. Тойға ұлассын, балдар аман болсын, келіндер құтты болсын. Ал енді мен жаңағы айтылған тілектерге қосыламын деп тұрған мен әмин десең маған бата берейін саған қатарыңның алды бол тең құрбыңның туы бол гүлден толсын өмірің бақытты өтсін өмірің құтты болсын тойларың сәтті болсын ойларың аман болсын мал жаның жүзге жасың жеткенше еш жамандық болмасын бола берсін тойларың құтты болсын біз тілекші Құрметті ағайындар, құрметті көршілер, құрметті тойға келген қауым, бүгін міне біздің ауылымызда үлкен той болып жатыр. Зияда, кеңшілік, Гауһар келін, мына Сұлбаның келіңіз құтты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Екі бала ауылда бірі болып, үлкен шүкірлі болып, жапырақтар жайып, біздің осы қазақтың ең бір жақсы бір келіні болсын. Осында той бәрімізге жұғысты болсын. Той болсын ағайындар. Assalamu alaikum toylar oğun bola versin. Cemişe koyalım toylar oğun olsun, kutlu olsun, Allah'a bakıtlı olsun. Öbürü şükürlü vakti yapmak olsun. Hürmetli toylar ben yavrum. Hakimlerin birden kutlu Canım beğendim. Çocuğu olacak. Başlama ayı. Allah akın şişelerimiz diye bakın. Ziyada canımın ağımıza gelin tutup şanarak götürüp atır. Bir esprili bari ormalası atır. Oğun bolsun, Gauhar, Kıvanç, kemçilik jandarım endi. Birinci gelin koy, oğun bola versin, bari kutlu olsun. Hep kelgen жерine tastayıp atıp söylesin, bunu жақсы келin болсын. Oğun bola versin, toyun koy olarsın. Жақсы, тойшы қауым, қош келдіңдер. Бүгін біздің ауылда үлкен тойдың ішіндегі үлкен той. Ал Зияда келінім, балам Кеңшілік, Гауһар, Асылбек, әйгерім, бүгінгі түсіріп жатқан келіндеріңіз құтты болсын, оң болсын. Енді шүкір Аллаға, ортаға бір отау қосылып жатыр, артты жалғаса берсін. Райымбекке немереме көп алғыс айтамын. Інісіне ұлықсат беріп үйлендіріп жатқан. Ол Райымбек бұйырса жақында әкеледі, ол Зияданың баласы. Енді айтылып жатыр, Қаржаудың көрмеген қызығын сен көр деп жатырмын жаным. Көріп жатсың жақсысын, бағып жатсың, қарап жатсың. Мен бір кішкене айтып өтейін. Қаржау мен Бибіқан үйленгенде 40 күннен кейін менің қолыма келін қылып әкеліп берген. Сол уақытта менің 4 балам бар еді. Мен де өзім жасым 25-тен жаңасып жатқан жас келіншек. Мен қолыма келін менен қайнымды ұстап, келін ұстап, мәз болып, балдарымды Бибіқанға тастап, той бешерге жүгіріп, сөйтіп жүрдім ғой. Сөйтіп жүргенде мынау өмірге кеңшілікке аузын үріп, табанын сыпырған өзімнің балам. Міне бүгінде келін алып жатқанына мен өте қуанып тұрмын. Содан бері қанша уақыт өтіп жатыр. Енді осы Бәле ауылына бір 58 жыл еңбек етіп жатыр екен. Енді шөберелерімізді үйлендіріп жатырмыз. Оң болсын, құтты болсын, той қыласын. Бәріңізге де жұғысты болсын.
келіп жатқан қайныларым, келіндерім осындай тойда бір көреміз. Басымыз аман, деніміз сау, тек тойда кездесейік. Той қаласын. Тойға бақыт ырзық несібені құрайын деп бақытты бере берсін Құдайым көп. Үлкендердің ақпарасын бейбарыс пен динас ұрайын деп, тыңдай берсін ұрайын деп. Ақ тілектерің баталарын қабыл болып, тойда жатайық үйленіп бір күндері ұрайын деп бір қол соқ қожарымыз қойып. Ағамның мерейін осындай тойы думан кезе жүрек, жақсы айтқан сөзе жүрек. Райымбекте ағасы тұрған кезде бейбарыс кетіп қалыпты безі жүрек деп бір қол соқ қожарымыз қойып. Сөйлеп тұрсын орамыз. Енді білесіздер, тойдың ең мына жастардың тойы ертең бұйырса мына үлкендердің бір тыныш отырып, батасына лайық үлкендердің бір төрімізге көріп сыйлайық деп бөлек жасап жатыр екен. Алла тағала қабыл еткей. Енді бата демекші, мен бір бата туралы айтпай тұрып, бір жыраудың сөзін келтіріп, сол адамның сөзін кім екенін, сол сөзді айтқан кім екенін айтқан адамға приз берейін деп жатырмын. Мен қазақшылық жолды таратам призді. Жиналып халқын құрарсаң, сөйле деп бізге ұйғарсаң, бұл сөзді бұл тойдың көркін айтайын деп. Жырды жылаған кім? Сүгір емес. Кім? Қашаған деп айтқан кім? Қашаған атамыз ғой енді, бәлия кім? Сіз бе қашаған деп айтқан? Кім? Кем аға келді. Ақ, үстер, бейнет керек бар. Енді беріп атамыз, Қашаған атамыз дейтін өте жүйрік жырау болған. Ілияс Жансүгіров атамыз айтады, Қашаған жүйрік жырау елдің тілі дейді. Тілдің елдің мұң-мұңын, мұқтаждығын, батырлығын, данышмандығын, сақилығын жырлаған. Сондай жырау. Соның өзіне үлкен аталарымыз айтқан екен, ай Қашаған сен болашағың бар ғой, баталуың керек деп. Сол кімнен батал? Сіз отыра беріңіз, сол бір сұрақ берейін деп жатырмын. Қашаған атамыз кімнен батал? Кім айтқан? Нұрымнан батал, ысыға қайын айтып жатыр. Жаманадай нұрымнан дейді. Көргенім жоқ еді бұрын, ер адамның призі. Көргенім жоқ еді бұрын да білмейтін едім сырыңды. Құдай қайдан тапқынды сүйіндіктегі нұрымды. Айтқыш демеді бұлаға алады екен ғой бүгін танды деп. Қашаған атамыз бағасын берген нұрым жырау батастаған. Бата деген бағып тұрады дейді. Бұны ықыласпен ниетпен тыңдау керек дейді. Сондықтан мына көп жағдайда біз ескермей жатамыз. Бір сәлдеге жатқан режим жатамыз. Оны дұрыс емес. Ең бірінші алғыс бата тілекте тұр нәрсе. Кешегі мынау Нақысталың түбегінде ой осы деген мал жер мынау өріске сыймаған байлар көп болды. Кеше көрпе майғалбыр, бозай, қибас, Мамыртай, Есжан, Жаңайық, Қожаназар, Ескелді, Саназар, Жарыназар, Кенже Балықбай. Не керек айту көп болды. Соның бірі мына Бектеміс жары Көтеш дейді атамыз екен. Мына Төлек Батырдың баласы мәлімет жаздың өзі көруге барған, Көтешті көрейін деп еді. Сол Көтеш атамыз
Қыркенің қойы бар, кішкентай ғана шаруасы бар, бай болмаған кезі үйінде отырса бір қыдыр қырықтың бірі қыдыр бір үлкен кісі қонаққа кетті. Қонағына қозысын сойып, шұбатын беріп, шайын беріп, сыйлап, қонағым қонып кетіңіз депті. Жолақ жүру айналайын, жүрейін деп тұрым. Жүрем деп батасын беріп, далаға шықса, Көтеш атамыз жас жігіт кезі ғой енді. Атын әкеліп, елін салып, сауын алып, қолтығынан демеп, мінгізейін деп атқан кезде риза болыпты сыйлығына, ілтипатына. Сосын айтыпты, бір дорба беріпті. Айналайын, мынаны саған бір сыйға бердім. Үйіне бар, үйінің ішіне бар, қарағысы далада ашқа деп. Сосын бізді бәрімізде пендеміз не бергенін қарағымыз келеді ғой. Тез-тез үйіне барып ашса, түйенің бидасы, мойнына тағатын белгі жігі сондай түйенің жүктер екен. Сосын ойлап бақты, ой, осы ма? Жақсат деп жүргені, үйімде де жүк бар еді ғой деп. Сосын шешеміз тірейінің қыз екен, ой, шалау, білмей тұрсың ба, қызын қалай сырам кездескен болды бізге. Сен енді түйені бай боласың деген. 500 түйе біткен екен, жанында бар бектеміз, нармая салған теп-тегіс деген атқа ие болған. Біреулер 5 түйесі сауып отырады, біреу 10 түйесі сауып отырады дейді. Айтады ғой, әй, сенің түйеңді бәрінше сауып отыр деп. Сауа берсін дейді. Бала шағасына берсін деп. Солар өскен сайын өсе береді екен, себебі ет тілегін деп отырады. Ол кезде жаңағы айналайын деген сүт жоқ қазіргідей, дүкен жоқ. Сауының бар ма деп сұрайды ол кезде. Бірінші мал жан сауып, денсаулық сұрағаннан кейін биыл сауының бар ма деп сұрайды екен. Сөйтіп сұраса айтады екен, Көтештің түйесі сау болсын. Сауамыз ғой жетінен деп айтады екен. Сондай ел халыққа пайдасы деген сақи бай болған. Бір қонақ сыйлап. Бүгін мынау ел халық ағайын тумалас шақырып, ортамызға әкеліп, батасын алып, тілегін алып жатырмыз. Тілектеріңіз қабыл болсын. Мына жырдала, беташардала айтып едік. Нағашының тілегі арайды екен, қамқорлықпен жерге қарайды екен. Ер жігіт жақсы болса, бірінші нағашысын сұрайды екен. Нағашының жақсылығын той төрінде айтпаймен қалай кетемін деп ортаға қазір барлық нағашылар шақырайын деп жатырмын. Тәжікке нағашылар болса, кешегі Қожаназардан тараған Түлібатыр атамыз ұрпақтары, мынау Назар атамыздың тарайды, Шотан атамыздың ұрпақтары, барлық нағашыларды ортаға шақырамыз. Қол соғып қошеметтен мына жерге енді үлкен нағашысы, аға баласы Құдайке атамыздан тарайтынына тәзік ауыл бастасын деп жатырмыз. Ассалаумағалейкум, тойыш қалым. Біз тәзікеміз, зиядан ағалар боламыз. Балдардан ағаша. Әлем тойларымыз оң болсын, құтты болсын, ұзағынан болсын. Жаңа айтады ғой, орында бар оңалар деп. Күйе баламыздың көрмеген қызығын зияда көріп тұрасың, Құдайым ұзағынан болсын. Көреген осы балдардан еш жамандық болмасын. Тек ортамызда аман жүріп осындай, тек тойлап, бәріңді де осындай нәсіп болсын. Ағам айтқан тілегінің баршасында қосылып, бәрінде ақ тілек қой. Ал енді той қылыпсай, балдар бақытты олар. Құрметті тойшылар, бәрия олар, оның ішінде біләппен Қаржекенің ұрпақтары бүгініне кейін түсіріп атыр кезіндер, Гауһар қызым, Азияда Құдағай, бәріңізге де оң болсын тек, құтты болсын, балдар бақытты болсын. 2 күнде, 3 күнде бері тойлап атырмыз тосын, келін түсіп, келіннің алдынан барып өткен, ояқта да қарсы алып атыр, жақсы адамдар екен. Енді міне жалғасып атыр, беташар тойымыз. Енді кешегі Қаржекенді айтып атыр ғой, жаңа Қаржекенің
орда бар оңалар дегендей енді өзіңіз бар Зияда құдағай, Асылбек бар, құдағай келіп бар, бәріңіз бек күшті болсын, оңға болсын, балдар бақытты болсын. Құрметті тойшы қауым, қош келдіңдер. Бүгін мына Дәлел ауылында үлкен деп жатыр мана. Бір тойы болып жатыр. Менің қайынсыным жарқын немере келінін түсіріп, қуанышқа бөленіп жатыр. Ал енді мен айтайын дегенім, ал жарқын Коля, Гауһар, келіндеріңіз құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Гауһардай төзімді, батыр, сондай бір айбатшы жақсы келін болсын. Ал енді жарқындап, өзің сияқты келінін жарқырап, жақынның бәрін бауырына тартып, осы сондай бір жақсы келін болсын енді. Бәле ауылдың бір жақсы мақтаулы келінсің болсын енді. Келінің де сондай жақсы болсын, сенің ізіңді бассын. Ал енді екі жас тек бақытты болсын, бақыттары баянды болсын, қызметтері екі жақты бірдей болсын. Ал келінжан айналайын орамалың құтты болсын, қадырының құтты болсын мына Бәле ауылына келген. Өзіңнің еліңді, өзіңнің әке-шешеңді қалай сыйласаң, осы Бәле ауылда солай сыйлап, мына ата енең, үлкен енеңді сыйлап, енді осы елдің елі осы сүйікті. Ал балдар бақытты болсын, той-тойға. Енді жаңа Райымбекте келеді деп жатыр ғой, күн суытпай келе көрсін, төбелеймен келейік. Ал той-тойға. Құрметті Бәле ауылы, мынау бүгін ауылымызға келіп түсіп, Ақтөбенің қарын жарылып жатқан ғой, құтты болсын. Зияда құдағай, Коля, Гауһар, мынау келіндері құтты болып, келген жеріне тастай батып судай сіңсін. Сіздерге адал қызметі бұйырсын. Келін болып келгеннен кейін осы елге қызмет жасау керек. Сол қызметі сіздерге жақсы бұйырсын, жақсы келін болсын. Ал Зияда құдағай, енді өзіңіз бәрін тәрбиелеп, келіске келтіресіңіз ғой, анау-мынауының бәрін, сізде адам жоқ еді, сіз бәрін оңға келтіресіңіз. Сол менің тілегім қабыл болсын. Ал енді құрметті қонақтар, ұмытып кетіппін. Нағашылары, сіздерге де осы Гауһаржан босанған сайын мамасы қатты қуанатын еді. Сол есіме түсіп кетіп ұмытып кетіппін, шешіліп. Ал құтты болсын жеңгенінен. Ал құрметті қонақтар, Бәле ауылының дастарханына қош келіп жатсыңыз. Құдағай Гауһар, Коля, тумаластары келіп жатырған келіннің қадамы құтты болсын. Енді осы сіздің әулетке тағы бір шаңырақ қосылып жатыр. Ұзағынан сүйіндірсін. Шаңырақтары биік, келе-келер кең болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Ауылыңызда инабатты, ибалы келін болсын. Барлық тек қуаныш тойы отбасыларыңызда бола берсін. Деген тілек мен нағашысын, Гауһардың нағашы болсын. Құрметті Бәле ауылы, Зияда құдағай, кеңшілік, Гауһарсынның алғырған келіндері құтты келін болсын, болған аттарың болсын. Өзің осы ауылға қалай сіңісіп кеттің, Гауһаржан келін де сондай жақсы, тәрбиелі, инабатты жақсы келін болсын, болған аттарыңыз болсын. Ауылымызға кір келтірмейтін, қонағымызды жақсы қарсы алатын әдемі биязы келін болсын. Соған тілектеспін. Өсіп өне беріңдер, балдардың жапырақтары жайыла берсін. Ассалаумағалейкум, тойшығам. Зияда немерелерің құтты болсын. Коля, Гауһар, шығатқан ата ене болып жатсыңдар. Келіннің қадамының құтты болсын, құтты келін болсын, қызметі бұйырсын. Тойдың бастамасы бар. Алдағы тойлардың бәрі. Ал тек той-той боласың. Өң болсын, құтты болсын.
Assalamualaikum Toşo. Değerli yavrum. Gel bakalım gelin. Kutlu olsun, ayağı tutsun. Allah Teala Osmanlı'dan iki kolun çapta bak versin. Bağın dayandı kılsın. Ne ata genesine, erjesine hizmet buyursun. Allah Teala Osmanlı'nın kısmını korudu. Nasip etsin. Koruya aynalayın. Şimdi alışık kuanışım bu. Böyle kuan kirvatımız. Allah Teala bozuk kuanışımı bunu biz tövbe şakası mı olsun diye baba soksak can-ı bunu biz göreysin adam kısmet casasın olsun beri yavruları çarpsın adam kelim olsun özün genesine ona ercesine oksaman çarpsı kelim olsun. Мәриялы түсіріп жатқан келіндерің құтты болсын. Кеңшілік Гаухар, сіздердің де келіндерің құтты болсын. Әрқашан дастархан тойға жайылсын. Тек екі бала бақытты болсын. Шаңырақтары шашақты, ұл қыздары оншақты болып тек. Сіздерге қызметі бұйырсын келінің. Мәриялы келсек біздің ауылға тойға келек. Той қыласың. Қарғамыз қосамыз дейді, мына ғана сурет көшіріп алады. Жаңа ғана сурет сөйтіп барайды. Естелікке, сондықтан жинақталып, қалай сыйласын. Өзің қарайды. Жақындатып тұрмысын деген сияқты. Сурет көшіріп алып керек, сосын музыканы шегіп беріп. Екі музыка дайындап қой бір. Нағашылардың көңіл күйін жаңа көріп алдыңыз бір. Билеп бір. Just
baktım meni. Келдер. Bir ayıl adamın prize gittir olsun. Gözlerimden monçaktan, şanarımdan monçaktan, ötenin kapsatlarım boygalasın da. Bir жақсы үйдеп тойды көтеріп жүрген бір келіншек пе? Жоқ, қайда? Жоқ. Мына. Ана қара көйлектер келіншек. Бері қарай келіңіз. Сізге приз берейін бар. Қол соқ қошеметтесіз қоямын. Атыңыз? Маржан кім боласыз? Нағашы жағынан. Тәзке, Шортан ауылы, Жаңай, Қайсау. Тәзке, бұлай бәрекелді. Рахмет. Біз енді мына тойда көтеріп жүрген адамдар біліп отырамыз. Кейде бір адамдар ренжіп келеді тойға. Енді үйінде бірдеңе болып жатқан шығар деп ойлаймын. Кейде бір шай деп жатқанда күйеуі ұрса ма білмеймін, ренжіп келеді кейде. Музыканы тоқтата тұрамыз кішкене. Сол бізге көп қиындық қалды. Келген бойда отырады да бізді көреді айтады, өсуір асабаға жыным келеді деп бірақ. Асаба қосады. Аз жағында көңіл күй жоқ. Сосын барып отырады да міне біз салатты кім жейді деп дос деп салатқа бұрысады дастарханға. Салатқа тиісіп алады. Сөйтіп әйтеуір облысқа еніп кетеді ау. Сол біздерге қиындықтан болды. Ал енді халықтың көңілді болғанын біз жақсы көреміз. Көңілді болса бар ол асабадан қарамайды кім болған. Көңілді өтеді, жақсы өтеді. Сол сырт шыққан кезде асаба кім болып еді десе білмеймін жаңағы. Күшті болды енді той деген. Ал жағы көңілсіз болса барлығын асабадан құрсыншы әне асабаға жыным келіп билемей қалдым деп анау бізден көріп отырады. Ал көре дұрыс дейді. Сондықтан тойға келгеннен кейін көңілді жүрген жақсы көреміз. Мына байбоз жүзге келіп көрген осы өзенде Мұхамбеди деген кісі болды. Сол айтады ғой, қандай тілек айтқанда қабыл болады десеңіз, көңілді айтқан тілек қабыл болады дейді. Сондықтан көңіл жүрген жақсы. Енді келінімізді шығарып шай жидырған шығармыз, шай жығыш, келіндер. Шай рәсімдері енді барлығына үлгермеу мүмкін, бірақ енді бастабақтан бастап құя берсін. Енді келін демекші, мен келінді талайтын болып шықтым. Шеркеш деген ауылда Саламат дейтін жездеміз бар еді, жақсы көретін. Гүлсім дейтін апамыз бар еді, соның қызы болып жатыр. Неған жиын болады деп. Тәрбиелі, айтылам, инабатты, Гүлсім апамыз ұсаған бір жақсы келін барады деп ойлап жатырмыз. Қосақ қошеметтесіп қойып. Ал енді келіндеріне көмектесіп, шай рәсімін орындай берсін. Мен ары қарай приз беруді кішкене призді көп жинақ қойған екен, сондықтан бір тағы да приз беруге мүмкіндік жасайын деп жатырмын. Былай деп жатырмын. Бір ән көңілдің ажары дейді. Ән айтқан адамның көңілі қартаймайды екен. Қазіргі адамдар көбіне ән айтпай қалады екен. Мысалы баяғыда бірден уайымдаса да ән айтатын болған. Кеше Ақтаман шұғылымның кезінде қатты қиындық көріп, соғыс кезде де ән айтып отыратын әжеміз болған. Кеше мына неміске кеткен, соғысқа кеткен кезде бір әжеміз болыпты. Былай деп, Германия жаман жау, Германияға кеткен ағалар, келер мекен аман сау деп өлеңмен айтып отырады екен. Германия Гитлер, отқа басың үйтлер деп отырады жаңағы әжеміз. Сондай кезде де ән айтқан болған. Сондықтан мына әнді қай уақытта айтып жүру керек. Әсіресе мына бесікке баланың бөлеген уақытта ән айтып отыру керек. Бала тыңдайды екен. Бауыржан Момышұлы айтқан, мен кімнен қорқам дегенде бесік жырын білмейтін, ертеге айта алмайтын әжелерден қорқам деген. Ол ұрпақты ұзатты екен. Сондықтан болашақта енді мына Гаухар немерелі болып жатсаң, сен бесік жырын үйрену керек. Бесік жырмен тәлім тәрбие енеді, ықылас ниет, мейірмандылық көбейеді. Сондықтан кім бесік жырын айта алса, соған бір приз берейін деп тұрмын. Кім? Мысалға, бұрын бәрекелді, осындай қонақтар жақсы көремін. Бірден атсалысып отырмын. Әлди бөпешін түсіп қақтау шанадан бала түсеме сұрап алдым Алладан. Сапалақ қайда? Қандай керемет. Шанадан бала түсеме сұрап алдым Алладан. Алла береді ғой достым, оның өзі құлшылық.
Приз. Бәрекелді, рахмет. Қай жерде бар? Ер адамдар ғана бұл айқын. Ай, бәрекелді, шеркештің сайтын. Шеркештің айы. Жақсы еді мына үлкен бір той болып жатыр ғой, рахмет. Мен енді бір жақсы бір өлеңді айтып берейін. Осында отырғанына үлкен апаларға, ағаларға, осы Бәле ауылына. Жасылдан ойдырсам, ұлымның үйін толтырсам, ұлымның ұлын жетектеп ай сүйікті әже атансам. Ұлымның ұлын жетектеп ай сүйікті әже атансам. Қызылдан ою ойдырсам, қызымның үйін толтырсам, қызымның қызын жетектеп ай нағашы әже атансам. Қызымның қызын жетектеп ай нағашы әже атансам. Текемет ою ойдырсам, төркіннің үйін толтырсам, ағайын бауыр аман болай төркінге барып отырсам. Ағайын бауыр аман болай төркінге барып отырсам. Ою ойдырсам, сырласып бірге отырсам, құдағай аман болай жүздірамдатып отырсам. Құдағай аман болай жүздірамдатып отырсам. Жүздірамдатып отырсам. Өлеңнің көбейтішілерді мен көлемін. Не сұрап отқанын да білемін. Құдағайларының түсініп атсыңдар ма, намегіндегі келіп тұр бірінші. Аз деп айтып жатырмын. Бұлай. Гауһар қайдасың, Гауһар? Бұлай. Тілегін айтып көлбетті. Тойымызды қылды көрнекті. Бұндай адамға жасауымыз керек құрметті. Шеркештің айы құдалықтың кезінде кит кию керек, міндетті деген тұр. Алдына үлкен астында дайын деп жатыр, кішкене кідіртіп жатыр, сағат тездесіп шығып келейік. Сырттағы қонақтар далаға ішке шақырайық. Енді мына үлкен кісілер талаш күн шуақ болғасында, бүгінгі күніміз жайы болғасын далада тұра береді әңгіменің. Әйел адамдарға рахмет. Енді мен бір әннің басын бастап берем, айтқан адамға болмас, сол кімнің екенін айтқан адамға приз берем. Сені артық жан тумас, туса туар қалмас. Сіз приз алыңыз басқадан. Бір өзіңнен басқа жанға ашықтырмай қалмас. Кімдікі әні? Абайдың өлеңі айттым сәлем қаламқа. Дұрыс айттым. Абайдың әні айттым сәлем қаламқа. Дұрыс. Айтып бере аласыз ба? Айтасыз ба? Айтпаймын. Приз. Сыртта қонақта шекегенше. Аяғыма кигенім бұлғар етік сәулем ай. Абанымна Аяғыма кигенім бұлғар етік сәулем ай. Аяғымнан барады ызғар өтіп сәулем ай. Сәулем, сәулем, сәулемісің, жақсы болсаң сәулемісің, жаман болсаң әуремісің, сәулем, сәулем, сәулем.
жері бар, жетпес. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуреміз. Жеңше, саған да айтып олсақ беремін. Ол кісі мен енді коррупция дейді, осы жерде бастап береді, нағыспен жеңше береді. Al koşkurs dışkol. Kaynalar kursatları arap koydum. Benim de sekin sifurinin tavşında ennem kadar şumak etkilim. Ben gelim tavşında tündetip aymakta könülünde bölündetip astımda Akbozatım sallanağım Jaltaqtap kolaklarım elindetip Akbozat benim сұңқарым Жалқыған көңіл сұңқарым Көкірек керіп жұттым мен Ауаның жазғы жұпарым Bilgeysin kelgenimdi жалғыз өзім. Қандай керемет. Сырттан қонақтарды ішке шақырамыз. Енді жеңгешін бұрыннан да жақсы көремін ғой енді. Одан сайын жақсы көріп самғады, тамаша әнді самғатып салғасын да, тосылып ешқашан да қалмасын да. Жүре берсін осыдай өмірдің кең арнасында. Жеңешем әлі сұлу, әлі шолып кеткен сияқты. Ол неге ағамды шығарып салғасын ба деп жатырмын да, ойлап болғасын ба сөйтіп кеткен сияқты. Бәрекелді. Енді мына ет дайын болып деп жатыр, сырттағы мына үлкен кісілерді. Дайын ба? Дайын жатыр. Мына үлкен кісілерді ішке шақырамыз, ет дайын деп жатыр мына. Енді мына бас тартатын болғасын ағалардың келгенін мақұл көріп жатырмыз енді. Шығара береміз. Бәрекелді. Ет тарта береміз. Дайын болса деп сұлып қалма ғой. Қазір осы бастырақ берген күйді тартып жатырмыз. Қазір ортаға барлық құда-құдағай шағайын жатырмыз. Барғанда, яғни маңсыздық аты бар, аралас жүрген құда-құдағайлар ортаға шақырайын жатырмыз. Бәли ауылында, мысалы Шотан ауылында құда-құдағайлар болуы мүмкін. Жалпы осы тойға құда-құдағай, құдаша құда бола болып келген барлық қонақтарды ортаға шақырайын. Музыкамен шеберлеп тұрамыз. Келіңіздер. Құда-құдағайлар, көршілер, ұжымдастар бар ма? Гауһардың, Коляның басқа келе береміз.
Бәрекелді. Кеп жақындап тұрамыз, көршілер, жұмыстастар, құдағайлар түгелдей. Ағамыздан бастайын деп отырмын. Ассалаумағалейкум, құрметті той қонақтары, құрметті Бәли ауылы, Қосай ауылы, келіп атқан келіндеріңіз құтты келін болсын. Енді тілейтініміз әр ата-ананың ойы ғой, қызды қияға, ұяға, тәуір жерден келін алсам екен деп, тәуір жерге қызымды берсем деп, бүгінде соған куә болып жатырмыз. Ал оң болсын, құтты болсын, екі бала бақытты болсын, екі бала екі жаққа да абыройлы болсын. Осы құда болып жатқан ауылмен тек сізбен сыйласқан мың жылдық құда болың. Балдар өссін, өнсін, қызметі бұйырсын сіздерге. Той қыласын. Құрметті қонақтар, мен Тәжікеннің құдасымын, Бәлидің несі. Не деймін, келіп атқан келіннің жолы болсын, бұзағынан қуаныш болсын, барлық кезек той болсын, осы үйді өрлі-шөлі болып көбейте берсін. Аманшылықта тойларда кездескейік. Бәли ауылы, мына келін құтты болсын, құдашы келін құтты болсын, қызметі бұйырсын, тек алдыңызда аман есен жүре беріңіз. Осылардың қызықта өзіңізде деніңіз сау болып жүре беріңіз. Ал мына Тәзіке ауылы, құдалар, құдағайлар, құдашалар, мына жиен келіндеріңіз құтты болсын, тек қызметі бұйырсын бәріңізге. Құдалар, Зияда, кемшілік, асылық, ауға, айырым, жалпы бүгінгі түсіріп атам келіндерім құтты болсын, той қыласын. Ал мына екі ауылын нағашысына да бәріне де ортақ келін құтты болсын сендерде. Енді нағашы деген бір сондай жақсы ел ғой, алдыменен қимылдайтын, бәріне шабатын, ания қылатын, сендеріне болельщиктер. Тек қана бақыт тілеймін балдарым. Бақыттары баянды болсын, шағырықтары шайқалмасын. Ел аман жұрт тыныш болып, мына сендердің жиған тергеніңіз тек осындай жақсы дастарханға, тойға жағасын деймін. Ал тойда көрсек, көпшілік Бәли ауылы құдалар бәрімізде аман болайық. Мен енді жаңағы әнші әннің бір шетін көрсетіп қалып едім. Енді тос айтып болғаннан кейін бір келінге арнаған бір шумақ әнім бар, орындаймын. Бәли ауылыңызға түскен келін құтты болсын. Зияда келін құтты болсын. Гаугар жаным, көйлі ата енек, Гаугар ене болуымен, көйлі ата болуымен, келіндерің құтты болсын, оң болсын, мейірманды болсын, ұзағынан сүйіндісін, екі жаққа бірдей болсын, ұл мен қыз болсын. Ал нағашылар шодан жары, Тәзікеге ағашылар, келіндерің құтты болсын, оң болсын, тек тойға шашын, тойға шаша, барлығы оң болсын. Бар ма? Жұмыстастар бар ма? Қош көрдік, Тұшықау. Апа, Коля, Гаухар, бүгінгі түсіріп тұрған келіндеріңіз құтты болсын. Сіздерге тек мейірманды келін болсын. Ортаңызға тығып атқан ұлдолары ақ болсын, тек ішінде тек шұмырған бала, немере болсын деймін. Апа, сізге шөбере бағып, шаршамаңыз деймін. Немере келініңіз алғашқы құтты болсын, сізге денсаулық тілеймін. Гаухар жаным, мен енді Гаухармен жұмыстаспын, соның ішінде де екеуміз бір сменде жүргенімізге 7 жылдан асып кетті. Бұрында да смендеседік. Енді Гаухар керемет келін деп айта аламын. Тымпиған, өзінің артық сөзі де жоқ.
қимылы да сөзі де тұп тыйнақты жып жинақы келін. Мен ол апаның тәрбиесі деп ойлаймын. Апайым немере келінді әдемі келін тәрбиелейді де мен 100% гарантия бере аламын. Жақсы келін болсын деймін, тек балдар бақытты болсын деймін. Коля саған денсаулық тілеймін. Немере бағып бесік тербетіп отыра бер деймін жаным. Денің сау болсын, ол қыздарымды қызықтап қыз деп жатырмын, қыз да болып қалар. Көбейе беріңдер, өсе беріңдер, тек ауылыңызда той болсын деймін. Барлық тойшы қауымға жұғысты болсын деймін. Құрметті тойшы қауым, бәрімізге келін құтты болсын, бәрімізге құтты болсын. Түркінің жеңеше, алып жатқан келіндері құтты болсын. 2 жас бақытты болсын деп, бақытты болам деп келген болсын деп. Той қаласын деп, құтты болсын. Жақсы, мына құрметті қонақтар, құрметті Бәли ауылы. Иә, Ізбасарына жұмыстас болдық қой. Медицина саласында еңбегіңіз сіңіп, зейнеткерлікке қалдыңыз, мен де қалдым зейнеткерлікке. Оның үстіне мына Кеңшілік пен Гауһар менің туған көршілерім. Есікті ашса маңдайы көрінетін. Кеңшілік келіп айтып маған, апа, мен білесіз ба, Шеркештің қызын алайын деп жатырмын деді. Шеркештің қызы керемет дедім. Мен өзім Шеркештің әйелімін, Есен Темірдің қызымын. Осы Маңғыстау халқына енді білесіз, Ізбасарында 42 жыл еңбек сіңірдік. Мен енді хирургияда, сіз детский педиатр деген сияқты. Ал Гауһарға келсем, қалай айтсам да сияды бұл балаға. Неге десе, алыстағы ағайыннан есіктің алдындағы көрші артық. Бұл 4 ұл астын отқа тілаузын тасқа ана. Олардың еш уақытта дыбыстары шықпайды мальчиктерінің. Үлкен бір кішкентай құттай несі бар, менің немереме кейбірде нетіп қалады. Бұлай нетіп қалады баланы. Сонда да Гауһар келіп бір есігімді қағып, апа деген адам емес. Ол өмір болғасын бәрі болады. Көрші келгенше бірінші көрші дейді ғой. Ал мына алып атқан қызы Шеркештің қызы. Қосым, Шеркештің әйелімін. Жаңа мен мына тамада інім айтып кетті. Саламат деген, жаңа Гүлсім деген келініміз мына кезінде, мына бірінші микрорайон жақта үлкен Гауһар тасты ашты. Білесіздер оны, мына үлкендер біледі оны. Соның хозяйыны жаңа менің қайыным мен келінім. Ал енді келін жаңағы менің қайынсіңнім ғой. Бұлар негізі Шеркештің қыздары мықты. Балдарынан да асып түседі. Балар деген пысық. Мына Гауһардың өзі сияқты жаным. Гауһар, мен саған бір жағын айтып тұрған ештеңем жоқ. Менде неше жыл басқартып білгені. Сол үшін жаңа қайынсіңліме айтайын. Істік сен жүптің үшін сабақта. Сіздердің бүйтіп, осы Маңғыстаудың маңдай теріп. Ол кісі мына сіздің мектебіңіз. Біздер мектеппіз ғой, қазір үйдеміз. Бәріңізге айтайын дегенім, мына үлкен азаматтарға жұт жоқ, атандыға жұт жоқ дейді. Азаматтарымыз аман болсын. Ақжаулықта мына Тәжіке ауылы аман болыңдар бәріңізде. Тек көрінген балдарымыздың рәтін көрейік. Мына кішкентайыны мына тамада інімді де жақсы танимын. Тек жақсылық болсыншы. Соның ішінде денсаулық, тойлардың той қыласын. Бәрекелді, қуанамыз, қуанышқа бөлегесін, көрсетіп татулықтың өнегесін. Зият апамыз қуанып жүр, үйлендіріп бүгінде немересін. Келер жылы тербетсін шөбересін деп бір қол соқ көшебет көрсетіп. Сөйтіп сұрамыз келді, сөйтіп. Сосын бұра, тосты жеңге бір ән етіп береді, бұра ара ет тартып, кеп. Тойшы қауым енді кішкене өзімді таныстырғанда, мына мен Асылбектің енесі, Зияданың кіші баласының қайын жұртымыз, кенже құдаларымыз, бәлейлердің. Ал күн болсын. Мына Кенен Әзірбаев кәкеміздің бір жақсы әні бар ғой, келін жанға арнаған. Айналайын келін жоқ.
келін жанай. Мал мүлкіңе ие бол, арнап жиған. Құттықтаймыз басының құралғанын келін жанай. Қуанышым жігер көшім келін жан. Қуанышым қайрат көшім керім жан. Келін келді дегенде қуанғаным, ішім толып орнымнан тұра алмадым келін жанай. Қосағыңмен қосағыр бақытты бол, құттықтаймыз басыңның құралғанын келін жанай. Қуанышым жігер көшім келін жан. Қуанышым қайрат көшім керім жан. Бәрияулы нағашылар, бәріңізге келін құтты болсын. Тек қана тойда кездесейік бәрімізде. Бәрекелді. Приз берейін деп асыға жеңшеме. Тағы зияда апам да келіп жатыр. Жеңшеге тағы шақырамын қазір. Екеуміз шаба шықсаймыз қазір. Шақырып, мына мен жеңшем ғой, сол екеуміз азап мапия болып жатырмыз. Жеңшем мынау. Жеңшем қайта ортадан табылып жүр. Өнер болып ортада шағылып жүр. Дауысына қарап тұрсам, өмірден өткен ағамды сағынып жүр дегім келіп тұр. Сағынышқа сияқты ағама деген бір. Бәрекелді. Дұрыс, әзілдеп айтамын, жеңшем тағы да шақырамын. Дұрыс. Бәрекелді. Алдына үлкен ас тартып жатырмыз. Енді тірек кезеңнің алдын тағы да приз беріп жөнейін деп жатырмын. Енді мен мына тойлардағыдай сұрақтарды көп білмейді екенмін шын айтайын. Анау қалай, мынау қалай деп жаңағыдай КВН-нің сұрақтары. Мен мына қазақшылық салт дәстүрден сұрай беремін. Сондықтан қазір бір айтатынымыз, мынау Шолтан ауылында нағашылар деп жатыр. Біздің мына бір атамыздың сөзі бар. Бәйбіше түбен дегенсің. Келгенде ақсу үйде аз келіпті, ішінде ақпан деген таз келіпті. Есқұлай ере келген екі ерген қалғаны қар кеткесін аз келіпті. Аралас Адайбеш аққол болса аспаннан аққу ұшып таз келіпті. Шотанер шұғанатты ұстап беріп, аға деп Ажбайға батай қызып той қылып адайды өтіккен жер деп. Сол енді ақсу үй адай келіп дейіп жатады ғой Маңғыстауға. Сол тұнау түрікпен ағайын арастырып көші жіберіпті тұра ары қарай. Сол түрікпенде бір киелі, абыз қарты ауырып, Маңғыстауды сағынып, Маңғыстауда бір екі су бар, сол 65 деп баласын жіберіпті екі жерден. Сол жерді қатын айтқан адамға приз берейін алып. Ер адамдарға бұрдай бар, әйел адамдар приз алып кете бергесін. Сол жердің атын айтқан адамға біреу көгеседі, қырда көгеседі. Ойда талақ, екі приз алып береміз, екі адам айтты. Ер адам, ойда талақ. Сол айтқан ғой баласына, қырда көгесем деген жер бар, ойда талақ деген жер бар. Сол жерден бір су алып кеш, сағынып жатыр соның суын деп, Маңғыстаудың суын сағыныпты. Сосын баласы іздеп шығып, талаққа келіп көгесемге баратын қазіргідей жылдам көлік жау атпен жете алмапты. Судың бәрі бірдей емес пе деп бір жерден жақсы бір суды тауып құйып алып тапты, ап берді деп. Ішіп көрді де айтты, о, жетпей қайтыпсың ғой, балам-ау, жетпей қайтыпсың ғой деп. Білем ғой менің дәмім, білем ғой депті. Сондай кейін шалдар болған ғой, қоныстан аңсаған. Енді сондай бір осындай қасиетті қоныста тұрақтап жатырмыз. Бана апамыз да айтып жатыр, татулық болса, бірлік болса, ырыс болады деп. Сол ырысымыз кетпесін. Ары қарай қазір бір тілектің алдында, енді мынау әйел адамдарға бір сұрақ қойып жатырмыз. Бала кезімізде шешелерімізге аға шетіккенде көмектесетін кереген жайт болады. Бір үлкен шаңырақ ұстап тұрады, оқты шаншиды. Бәрін болғаннан кейін бірінші шабатын киізді кім айтады? Ал айтыңыз. Тоғырдық дұрыс береміз. Біреулер көбіне көп түндік деп қалып жатыр. Үзік соңынан жабылады, тоғырлық бірінші жабылады. Ана нәтең шатысты. Үзік тоғырлық дұрыс, бірінші тоғырлық жабылады. Бір приз әкеле қойып.
туырлық жамат, үзік жабылап, кереге солақ іргелі. Әйел адам приз болсын. Шеттен ала бересің. Ана кісі қатып бересің. Ал енді мынау қазір осы жерде тілек кезең тағы да берейін деп жатырмын. Мана нағашылар айтты, енді қазір жиын бөлелер бар ма? Іні келіндер, яғни мына Коляның іні келіндері, яғни мына бүгінгі келін баланың қайнағалары мен абысындары бар ма? Қарындас осы қыз күйеулер бар ма? Мана үлкендермен шықпаған деп айтып жатырмын. Барлық осы жерге атсалысып жүрген іні келін, қарындас күйеу, жиын бөле ортаға келеміз. Қол соғып қошемет берсін. Қайсы келіңіздер. Ана нағаш жағынан да жас болса, бір гауһардың сіңлісі бар еді осы. Жүгіріп жүрген бар ғой. Келсін де. Ол атлет кезекті. Ассалаумағалейкум, тойшы балым. Бір ауылға келін келіп жатыр еді, бәрімізде құтты болсын, құтты келін болсын. Коля, Есе, мама, келіндерің құтты болсын. Басың аман болсын, денсаулық болсын. Келесі осы жерде үлкен тойларда да немерелі болған тойларда отырайық. Шүгелі. Той қаласын, аман болайық, ойын күлгіден емес. Ең жаман күні осы дастархан, ақ дастархан болып жүре берсін. Нам болса, ән болады дейді. Аман болайық. Жеңше, қайным, келін, бүгінгі күні жасатқан тойға құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын. Тек осы ауылыңызда тек той болсын, той-тойға аласа берсін. Құрметті Бәле ауылы, тойларың құтты болсын. Жеңше, Зияда жеңше, Гаухар, Коля, Асылбек, Айгерім, тойларың құтты болсын, балдар бақытты болсын. Алла тағала ұзағынан сүйсін тұрсын. Осындай Зиядадай алдарыңызда бәйтерек анаңыз аман болсын. Осы елді жақсы бір келіннің бірі, үлкен кісі. Сау бол, жеңше, сіздің арқаңыз осыларды алға сүйреп, Гаухар, Қосайдың жігіттері тентек, соны басшы болып, қосшы болып жүргендеріңе рахмет, сау болың. Немере қандай екен, жарқырап таңдай екен, немере таңдай болса, шөбере қандай екен. Сол шөбереге жеткізбей жеңше сізді. Осылай оның қызы ғой, солай ма? Бәрекелді, рахмет сізге мінекей. Жоқ, мұны яқты сөйлеп болсын, бұлар көреміз. Мама, аға жеңшелік тойларың құтты болсын, оң болсын. 2 жас бақытты болсын, той-тойға аласа берсін. Інелеріңіз тек жақсы келін ала берсін. Той құтты болсын. Ал мама, жеңше, аға, Асылбек, құтты болсын келіндеріңіз. 2 жас бақытты болсын, өмірі шүрлі болсын, ат жалғаса берсін, келін көбейе берсін, Бәле ауылында. Ассалаумағалейкум, тойшы балам. Бәле ауылы, ағалар, апама, кенжеке, түскен келіндеріңіз құтты болсын, бақытты болсын жастар, аспандар ашық болсын, көз алдыңызда күліп ойнап, жақсылыққа жете берсін. Бақытты болайық бәріміз, еліміз аман болсын, тыныш болсын. Жастарға тек ақ жол, сізге де рахмет, осы той жасап, бәрімізді қонақтар бас қосып, шақырып отырғаныңызға.
құтты болсын тойлар. Ал тойшы қауым Бәли ауылы келдеміз құтты болсын. Құдағай, Жезде, Апатайым, Айгерім, Асылбек келін құтты болсын. Тек балдар бақытты болсын, той-той қауласын. Барлық жақсылық тілеймін. Тілегім жүрегімде. Не айтайын? Балдар бақытты болсын. Рахмет. Енді мына үйленіп жатқан жігіт нешеде жасы? 21-де ма? Жақсы ғой. Мен баяғыда осы 22 жасымда үйлендім. Сосын өзенге бөлек шығақ беріп, бірден 22 жасымда. Мен 5.65-те тұрдым, 5.61, 6-да Зияда апамыз жартас көрші болды. Енді ол жерге Қажекең бар ол кезде. Біздің өзімізше үйленіп, үй боламыз деп шықтық. Қиындау ғой үй болу, жас болу деген. Азамыршық боласың дегендей. Қажекең көп ақыл тыңдады, шын айту керек. Сондай бір көрші болды, тату болды. Содан кейін басқа жаққа көшіп кетеміз ғой. Бірінші көрші болған кісімен. Сонда бір ана ұлды боласың, қызды боласың, жалпы қыз бола дейтін өзі ыстық болып тұрады ғой енді. Мен өлең шығарат дедім. Сол қыз балалы болғанда көзге көрініп өсіп жатқан кезде бір өлең шығарып едім. Сол 2 шумағын оқып берейін тұрмын. Ойладым да ойымнан қатты шошыдым. Осы ойдан кейін әйелімнің жақын досымын. Қызыма ертең ұрыспас екен деп күйеуі, әйеліме ұрыспайтын болдым осы күн. Той жетудің қызыма келеді, кезегі келгенде кетеді, жүрегім оны сезеді. Сондықтан да сыйлайыншы жарымды, ол да біреудің бағып баққан қыз еді деп басталады өлең. Оны жақсы деп отыр, одан келшең тыңдамай өтпеді. Бас бірін шығардым сосын. Ол бірақ оқымай-ақ қойын, әзілдеп жетіп отыр. Енді жалпы мен ана келдіміз Гауада Ділназың аттан сөйлеп жатқаным, сол сияқты оларды қай ауылға барып құдалық алдынан өткеннен айтады, қандай ауыл екен деп. Уайымдамасы деп айтып жатқаным, мен мына Зияда апамыздың ауылын білеміз, Қажекеңді білеміз, Коляны кішкентай күннен танимыз. Көрген сайын күліп амандасып, баяғыдан еске алып жатамыз. Сондықтан енді жаңа Гүлсім апама айтатын болдым. Жақсы ауылға бар деп, жақсы ауылға уайымдамаңыз деп. Сондықтан мына жақсы десе жан сүйінеді деп, жақсы атыңыз шыға берсін апа, келіңіз құтты болсын. Суретті сұрамыз ғой, ал балам, суретті сөйлесің ба, кел жақындап суретті сөйлесің ғой. Коля үйленгенде бет ашқан мен екенмін. Неше жыл болды? 22 жыл болып қалған екен, ава? 24 жыл болды. Осыдан оқиғалар болады, осы мен енді бет ашып, содан кейін балалы болып, сол баласына бет аштым ғой енді. Сол немерелі болып айтып кейде, ертең осы немерем үйленгенде саған бет аштырамыз дейді. Қой, ол кезде мен 70-тен асып кеткен. Сол домбыра ұстай алмай отырасам, қалтырап қойдым. Ол күнге жеткізіп жатса. Сондай күнге жеткізді деп бір қол соғып қошемет көрсетіп қояйын. Енді мына үлкен кісілермен тойда болу қиын. Бала бата жасашы деп бастап мына шайға беташар айтып жатқан кезде бастағанда айтты маған, қысқартып айт, қысқартып айт деп. Содан бастап маған приказ жүріп жатыр. Енді ол кісілердің де қазір бата жасайтын уақыт болады, болып жатыр. Сондықтан қазір мына би аздау болып жатса, батадан кейін бір сағатқа бір билеп алуға мүмкіндік болады. Қазір оның алдында бір-екі приз таратып жіберейін. Енді мына приз былай қарайын деп жатырмын. Жаңағы әйел адамдарға да, ер адамдарға да сұрақты беріп көріп жатыр. Арасында мынау салт дәстүрде бір аталмай кеткен атаулар бар, соның атына берейін деп жатырмын. Мысалға, келін жаңағы келіп көрімдік беріледі, келіннің көрімдігі беріп жатады. Бір киімге байғасы беріп жатады. Балаға енші беріп жатады. Сосын бір мысалы осы бейбас үйленгенде соям деп қоятын мал болады. Болмаса армиядан келгенде соям деп қояды, біздің ауылда болады деді.
Осы бала мектепке барғанда соям деп жүреді баяғы шешеміз. Бір қой болды. Сол бала жетіге келгенде нәм қой болды шығар. Сол мектепке барғанда сойып жатады. Сол малды не деп атайды? Бәсіре дейді, дұрыс айтады. Бәсіре бірден айтты. Бәсіре. Бір білесің. Мына құдасымен келісіп қойған ба деп айтып жатқан шығар мен. Бір ертең алып беріп отырмайды. Бәсіре дейді. Сатып беріп сосын мына дандан дейді бар, дандан деген. Ұсақ Байсалдың жырында келсең, данданмен шашы тараған дейді. Ол тарақ екен дандан деген. Сол дандан неден жасалады? Соны айтқан адамға приз берейін деп жатыр. Дандан деген тарақ бар, сол неден жасалады? Сүйектен деп отыр, дұрыс кім айтты? Енді, ненің сүйегінен соны айтып жібердің? Ненің сүйегі? Үлкен екен, үлкен. Жалпы бірақ Маңғыстауда жоқ ол. Өте үлкен. Пілдің сүйегінен жасайды екен, пілдің сүйегінен. Мына бидақтың шариктері, сондай заттар пілдің сүйегінен жасайды. Данданмен шашын тараған деген. Естеріңізде болсын. Сүйектен жасайды. Ненің сүйегі дегенде бұл сиырдың түйенің деп ойлап қалмаған. Біз Маңғыстау сүйекті көріпсе, қайнатып май сол болады. Пілдің сүйегі сояқтан келеді екен. Сол баяғы біткен жетіс тарақ дейтін болды. Қабат-қабат білесіздер ма? Біздің әжелер, шешелерімізде болып еді. Сол сүйектен жасалатын тарақ, қазір ол сүйектен жасалатын тарақ қалды. Мұнайдан жаңағы пластмас, темір, анау-мынау. Бірақ өте пайдалы тарақ екен сол. Пайдалы тарақ болған сүйек пілдің тарағы. Сол сен тағы бір не бар? Мынау. Бадана дейді бар. Көз баданадай деп айтады. Сол бадана ненің теңеу былай? Көз баданадай дейді. Сол бадана деген нені айтқан жалпы? Кім айтады? Жоқ, көз моншақ емес. Бадана деген. Бадана. Баданадай дейді ғой, осы бір жеміс пісіп тұрса, ой, баданадай деп айтады. Шиыр шықса, ол бір неде болады? Жеміс емес, бірақ бадана деген теңеу бар. Баданадай дейді. Не деді сол бадана деген? Батырларда болады ол. Батырлардың үстінде болады. Кеатырсыз қалқанның орнына жүреді. Сауытта болатын нәрсе, сауытты олай тоқығанда сол бадана темірмен тоқып болған ғой. Сауытты сол баданадан тоқитын болған жалпы. Естеріңізде болсын. Бәрекелді. Ал енді мына Зияда апамыз шақырайық, Көle қайда жалпы мына келіңдер. Гаухар келді. Мына жақтан келейік. Бақыт келген баласы, құтты болсын тойларың, ардақтағы анасы, құтты болсын тойларың, ардақтағы анасы. Көрмегенде арманда, көргенде арманда, қолдарыңда сыйлаңда, бір-біріңде мейманда, өмірдегі өткенше сыйласыңдар сыйлаңда, бақыт оны білгейсің, бар қызықты білгейсің, күн туылса бұл тойға дәл осындай той көрсін, күн туылса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Сыйлабасын сыйларды, жанашырлар жиналды, шын бақытты күтсең де отбасы бойына. Ал қош келдіңіздер той қонақтары. Рахмет, алғын уақыттарыңызды бөліп, қуанышымызды бөлісіп келіп жатқандарыңызға. Той бәріңізге жұмысты болсын. Мен мына қайнағаларым бар, абысындарым бар, қайны келіндерім бар, қайсыңлар, төркінім бар. Бәріңізге де көп-көп рахмет. Осы екі балам бақытты болсын, бейбарысым мен Ділназым. Осы бәледің бір атақты үлкен семьясы болсын, үбірлі-шүбірлі болсын. Тек соған тілектеспін. Ал Көle, Гаухар, ата болып жатырмыз, ене болып жатырмыз. Енді алдап ақыл керу керек, бала тәрбиелену керек дегендей, немере бағу керек. Тек балдарымыз бақытты болсын, осылардың жамандығын көрме,
үлкен әже бол, ата бол, жүре берім. Асылбек әйгерім, сізге де жұғысты болсын, аман жүрген жерде. Тек осы бауырларымның бақытына бөленіп жүре беріп. Райымбек енді менің балам. Мен жүріп кеткен білем, асықпайды мен сияқты. Енді болатын шығар. Той алда. Рахмет, сау болыңыз, басы ем алдыңызда. Тек тойлар жұғысты болсын, осылай тойларыңызда қуанышыңызды бөлісіп жүре берейік. Ал құрметті тойшы қауым, мына бүгінгі алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Тек осындай қуанышты күндерде кездесе берейік. Бейбарыс пен келінімізге тек бір-бірін қолдап жүріп, қол ұстасып, өмірлерін тек мәнді де сәнді өмір сүрсін. Райымбек, давай сен де бұйырса сенің тойыңа да келейік. Ал Коля, бүгінгі енді өзінің ең бірінші тойың ғой. Тек бізге де жұғысты болсын. Ал жеңше, құттықтаймыз. Тек барлық жақсылықтар тілейміз оған. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бәріңізге де үлкен рахмет. Айтқан тілектер, ниеттеріне қосыламын. Оның арасында үлкен рахметімді достойны мен ең жақсы көретін балғызым бар. Сол үйді көп жүгіріп жүр. Көмегі соң өте көп болды. Үміт деген балғызым бар. Үлкен рахмет. Айтайын десем. Ал тойшы қауым, қош келдіңіз. Алтын уақыттарыңызды бөліп тойымызға атсалысып жатқаныңызға бәріңізге рахмет айтамын. Сен тойға ұласа берсін. Айтатын сөзім көп еді, білмеймін, айта алмай тұрмын. Бар жақсылық тілеймін. Келін алу деген жақсы ғой. Көйлек екеуміз бұл жерде есіп қаламыз, құшақтасып амандасып жатамыз. Үйленді ма, бала келді, жоқ болады ғой, осы күнге жетіп жатыр. Енді жаңа баяғы менде бала 25 келіп үйленді. Сол жаңа баяғы бір тойда бір қызбен сөйлесіп отыр, кездесіп. Жоқ бір көлік деген жатыр, бір қызға қолын көтерді, одан көтеріп жатыр. Соған ойлап жатып, келін бар десем айтады, класстасың ба? Бірдеңе болса келін бар дей бересің. Сөйте беремін жаңа. Сосын енді үйленгеннен кейін аздап келіншегіңді ұрса алмай қаласың екен. Анау мына бұрын бұл шешен деп қабылдырамыз ғой. Обедке келсек, бір жерге келсек, оны айта алмайсың. Асықпа деп отырасың. Келін істеп жатыр тамақты. Қапылса да айтып, қой асықпа деп қоямыз. Содан бір келіншегге міндақ қышпасы ғой, тұз жоқ қой, тұз көп қой деп, ондайды айта алмайсың. Бәрі жақсы. Жақсы екен деп қоясың жаңағы. Сондай болу керек, амалсыз болу керек. Бойықты жоқ дейді дұрыс. Бәрі екен жаңағы Зекең айтып отыр ғой, солай болу керек. Сол бағытты айтып отқаным. Ал суретті түсіріп алдың ба? Бірақ енді мына Дильназ қызымыз дейді, ол тамаша келін болады деп өзім ойлаймын. Сенен үміт артамын. Енді былай қыламыз. Осы жаңа келінге алдырсақ қайда табақта? Сөйтейік кел. Екі қолмен табақ алып береміз. Болды өзін айтып, әлі жаңа басталсын. Екі қолмен алып береміз. Басқа келінді ала берді, табақ ала берді. Бейбас қайда бейбас? Бейбас. Ала бер айна. Батыр анасы.
анау сыйға. Кім бар бейбарыс қайда тез қалып кетіп батасын аламыз. Қолмен табақын екі қолмен алып көрейік. Бақыт бол. Мына табақ алу, қолға су құю дейтін ең батаның көп келіп жер екен мына. Біздің баяғы әскерден қайтып келе жатқан кезде 91-ші жылы Ақтөбеге келіп, су жақтарымыз үйіне барамыз ғой. Мереке жасайды, содан не керек қолға су құятын уақытта. Жаңағы армиядан келген баланы шақырып отыр, саған қолға су іш деп шақырып отыр деп. Біз ойлаймыз жаңағы адам жоқ па басқа? Жоқ, бізде солай дейді. Үйленіп жатқан баланы, сосын жаңағы армиядан келіп жатыр, сондай келіп жатқан алыстан келген бата алатын адамды қолға су құяды екен. Сол көпшіліктің бірі сау бол, бақытты бол, бір жаса, көп жаса деген батасы дейсіздер. Сондықтан мына келіміз табағын толық қоя, оны келеміз Гаухар қайдасыздар? Бейбарыс қайда? Асы болса ала береміз енді. Келдің мен өзі тұра бер. Үлкен кісілер бата жасаймыз, осы өткен кеткенге бір Құран оқып жіберейік. Ал бата деген балқып тұрады дейді, бір шыны ықылас ниетпен барымыз әмин деп отырайық. Ал бісміллә. Кейіндері құтты болсын тек тойда тұрып жүрсіз, бақыттарыңыздың армандарыңыз. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين صلى صوتهم أنا صلى جانسنا لنا زغاية القرن عشر لنا زغاية الخزوية أرض القرن عشر لنا بمجرد الدكتور موزن وصلنا على مصباح بالشرور وأبرقنا جاي بصوص الخزانين جاسدين جامع صلاحي ربنا بكلنا حساب كلنا حساب أعظم أو Al jastık böyle gizli başına zaten biraz zaman malajı. Muzca